Қызылорда қаласының орталығы Темірбек Жүргенов атындағы көшенің бойынан кереметте қазір жүрей көреміз. Бұл біздің үйіміздің сыртқы қоршауының көрінісі, байқап тұрсыздар, барлығы әдемі жақсы жасалған. Есігінің алдының көрінісі. Мына жақта велик айдап кішкентай бала кетіп баратыр. Мынау бізде сыртқы бөліктен гаражға қарай кіретін қақпа. Айта кетейін, автоматтандырылған пультпен жұмыс жасайды. Енді аулаға қарай өтейік. Сыртқы осы бөліктен бастап ауланың барлығы стяжка құйылған. Сонымен қатар тағы да бір ерекшелігі, осы ауладағы қосымша құрылыс, үйдің өзі барлығы күйдірілген қыштан салынған. Үйдің өзі 2007 жылғы, ал қалған қосымша құрылыстардың барлығы 2009 жылы салынған. Ауладағы ерекше құрылыстардың бірі осы бір жаздық шай ішетін арнайы тапчан. Көріп тұрсыздар, әдемі жасалған. Сонымен қатар оның астыңғы бөлігінде қосымша заттарды қоюға арналған погреб. Баяғының адамдары болатын болса түсінеді. Терезелердің барлығы да решеткаланған, сыртқы көріністері сәндігі жағынан ештеңеден кем түспейді. Аулада артқы бөлігінде жаздық туалет бар. Және мына бөлікте баня орналасқан. Қажеттінің барлығы осы үйде тұр. Ендеше үйдің ішкі көрінісі қандай екен? Тамашалайық.